Сіз бірдеңеден жиіркенсеңіз ұшық шығып кетеді дегенді естіген боларсыз. Бұл қаншалықты дұрыс айтылған және ұшықты қалай жылдам кетіруге болады? Ұшық жиіркенсе ғана шығатын, яғни эмоциялық көңіл күйге қарай шығатын жара емес. Ол адам терісі мен шырышты қабықшаларына тұтасқан көпіршіктердің шығуынан болатын вирустық ауру. Инфекция көзі, ауырған немесе вирус таратушы адам. Ұшық көп жағдайда жылдың салқын мезгілдерінде организмнің ауруға қарсыласу қабілеті нашарлаған кезде пайда болады. Ұшықты медицина тілімен герпес деп те атайды. Бұл әсіресе иммунитет төмен кезде шығады және ағзада ұзақ уақыт сақталады. Герпестің жұғу қаупі болған соң да гигиенаны ұстану керек және емделу керек. Әдетте ұшық ерін, мұрын айналасында немесе ауыз қуысында кішкентай көпіршік тәрізді жаралар түрінде пайда болады. Иммунитеттің төмендеуі, одан бөлек стресстік жағдайлар немесе суық тиюдің салдарынан белсендіріледі. Одан құтылу үшін келесі әдістерді қолдануға болады. Дәріханалық препараттар ацикловир ұшыққа қарсы жақпамай немесе таблетка түрінде қолданылады. Оны алғашқы белгілерінде қолданса, жараның таралуын болдырмауға көмектеседі, яғни алғашқы белгілері қышу немесе шаншу. Валацикловир герпесті тезірек емдеуге көмектесетін таблетка түріндегі дәрі. Панавир вирусқа қарсы әсері бар жақпамай ұшықтың жазылуын жеделдетеді. Оксалин майы ерінге немесе мұрынға жағуға болады, вирустың белсенділігін төмендетеді. Халықтық емдеу тәсілдері. Сарымсақ шырыны. Жаңа сарымсақты кесіп, ұшықтың бетіне сүртіңіз. Сарымсақ вирусқа қарсы қасиетке ие. Екінші, алоэ вера. Алоэ өсімдігінің жаңа жапырағын кесіп, оның шырынын ұшыққа жағыңыз. Үшінші, бал мен алма сірке суы. 1 шай қасық балды 1 шай қасық алма сірке суымен араластырып, жараға жағыңыз. Бұл әдіс жараның тезірек жазылуына көмектеседі. Төртінші, мұз текшелері. Ұшық пайда болған жерге мұзды басу, ісінуді азайтуға және ауруды жеңілдетуге көмектеседі. Бесінші, түймедақ тұнбасы, яғни ромашка. Мақтаны тұнбаға батырып, жараға басыңыз. Бұл қабынуды азайтып, жазылуды жылдамдатады. Пайдалы кеңестері. Ұшық кезінде ащы, қышқыл және тұзды тағамдардан аулақ болыңыз. Себебі олар жараны тітіркендіруі мүмкін. Күнделікті қолданатын ыдыс аяқ сүлгілерді бөлек ұстаңыз және қолыңызды жиі жуыңыз. Ұшық пайда болған кезде оны жарақаттамаңыз және сығып шығармаңыз, себебі инфекция таралуы мүмкін. Иммунитетті күшейту. Ұшықты болдырмау үшін иммундық жүйені нығайту маңызды. Витаминдер мен минералдарға бай тағамдарды тұтыныңыз. Мысалы, С және В тобындағы витаминдер және мырыш. Стресс деңгейін азайтуға тырысыңыз және жеткілікті ұйықтаңыз. Дұрыс тамақтанып, физикалық белсенділікті арттырыңыз. Егер ұшық жиі қайталанса немесе емделмесе, дәрігерге қаралыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.